Барлығыңа сәлем. Бүгінгі жаттығу таэквондоның негізі бұғаттау және қорғану элементтерінен басталады. Алайда біз әр жаттығуымызды денені сергітуден бастаймыз. Олай болса, сергітуді бастайық. Білек, табан және басымызды оңға, солға айналдырамыз. Оңға, солға, оң жақ, сол жақ, табанды ауырлықтарға жақсылап дайындаймыз. Тамаша, аяқтаймыз. Енді отырып тұру, аяқтар бірге, тізем, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Табанымызды жанымызға қойып, 1, 2, оң жақ, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Керемет. Оң жақ аяғымызға отырамыз. 1, 2, аяғымызды ауыстырамыз. 3, 4, 1, 2. Бұл ретте табанымызды параллельді ұстаймыз. 1, 2, 3, 4. Тұла бойымыз түзу, тіземіз тік. 1, 2, 3. Оң жаққа ауысамыз. 1, 2, 3. Керемет. Кез келген жаттығу негізгі тік тұру чөреттан басталады. Сәлемдесу, иілу, көңне, чүмби. Енді қараймыз. Аяқтар еденге параллельді және иық көлемінде. Оң жақ қол астынан өтеді. Орташа бұғаттау. Сол жақ қол астында бұғаттау. Бұғаттауды бұзбаймыз. Иық деңгейінде жасаймыз. Екінші қолды белімізге қоямыз. Кішкене аяқ ұшына көтерілеміз. 1, 2, міндетті түрде 1 жұдырық, 2 жұдырықты дұрыс жұмамыз, білекті майыстырмаймыз. 1, 2, астыңғы жақтан 3-ші бұғат өтеді. 4, орташа бұғаттау. Қараңыздар, дәл сондай үстіңгі бұғаттау. Соққы беретін қол 1, 2, 3. Үстіден келетін соққыдан қорғаныз 4. 1, 2, 3. Жамбасымызбен көмектесеміз. 4. Тағы бір рет. 1 бұғаттау. 2 шапшаңырақ жасаймыз. 3, 4. Негізгі бұғаттауларды тағы қайталаймыз. Тағы да ортаңғы деңгей бұғаттайтын қол астыда. Жоғарғы деңгей бұғаттайтын қол үстіде. Және төменгі деңгей бұғаттайтын қол үстіде. Бұл негізгі бұғаттаулар. Барлық шығыстық жекпе-жектерде қолдануға болады. Астыңғы деңгей, ортаңғы деңгей, жоғарғы деңгейдегі бұғаттауларды 10 қайталаудан 3 рет жасаймыз. Тағы да қараңыздар. 1, 2, 1, 2. Ортаңғы деңгей. 1, 2, 1. Дем шығарғанда ішімізді қатайтамыз. 2. Төменгі деңгей. 1, 2, 1, 2. Міндетті түрде мұрынмен тыныс алып, ауызбен тынысты шығарамыз. Мұрынмен тыныс алып, ауызбен шығарамыз. Ал ұру техникасы дәл солай бастапқы қалыпта тұрамыз. Сол жақ қолды алдыға созамыз. Барлық соққылар мына жермен жасалады. Бұл ретте білекті майыстырмаймыз. Қараңыздар. 1, 2, 1, 2. Соққы тура денеге бағытталады. Және жоғарғы деңгейде бас пен көздің деңгейінде. 1, 2. Қолды түзеген кезде міндетті түрде жамбасымызды сәл бұрып көмек жасаймыз. 1, 2, 1, 2. Келесі төменгі деңгей 1. Екінші қолды міндетті түрде артқа тартамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Керемет. Жаттығу кезде міндетті түрде терең дем тартып, бүгінгі үй жұмысы 10 қайталаудан 3 реттен төменгі, ортаңғы, жоғарғы бұғаттауларды және де тура ортаға, көз деңгейіндегі, бел деңгейіндегі соққыларды, тағы да жоғарғы, ортаңғы және төменгі деңгейлердегі соққыларды қайталау.
Сіздермен болған Светлана, келесі кездескенше.